Ащы шындық, бірақ дәл осы сөздер сені оятады. Неге мақсатыңа жете алмай жүрсің? Біріншіден, сен мақсат қоясың, бірақ оған жауапкершілік 100% алмайсың. 40%-ын өз мойныңа аласың да, қалған 60%-ын қалай болса солай. Сәті түссе, мотивация келсе деп жағдайға тастайсың. Жаңбыр жауды істемеймін, көңіл күй жоқ, кейін бастаймын. Қиын кезең болып жатыр, қазір уақыт емес. Шындық мынау, мінсіз жағдайды күтсең, ешқашан бастамайсың. Екіншіден, сен ыңғайлы уақытты күтесің. Ал нәтижеге жететін адамдар ыңғайлы жағдайды күтпейді, оны өздері қалыптастырады. Мотивация келгенде бастаймын емес, алдымен әрекет етесің, содан кейін мотивация пайда болады. Үшіншіден, бәріміз нәтижені қалаймыз. Бірақ сол нәтиже үшін қажет күш-жігер мен қолайсыздықты бәріміз бірдей қабылдағымыз келмейді. Жақсы нәтиже уақытты, тәртіпті, еңбекті және тұрақты әрекет талап етеді. Сондықтан өзіңе мына сұрақты қой. Мен шынымен осы мақсатты қалаймын ба? Әлде тек оның нәтижесін ғана қалаймын ба? Егер өміріңде өзгеріс керек болса, алдымен жауапкершілікті өзіңе тиесілі бөлігін толық ал. Өзіңді алдауды тоқтат. Сылтауды емес, әрекетті таңда. Егер осы сөздер саған ой салса, комментарийға сабақ деп жаз, жабық чатыма қосатын боламын.